Саламатсыздар ма, қымбатты Ескол бизнес серіктестер, ханымдар мен мырзалар. Міне бүгін Түркістан офисына біздің Кентау қаласынан келген мықты остеопат, нутрициолог врачымыз Жүсіп Сабиров мырза келіп отыр. Қазір кісіге өзіміздің ойымызда жүрген сұрақтарымызды қоямыз. Жүсіп мырза, сіз осы салада қанша жыл болды істеп жатқаныңызға? Одан кейін остеопат деген нені білдіреді? Соны бізге кішкене жалпылама түрде түсіндіріп өтсеңіз. Рахмет сөз бергеніңіз үшін. Остеопатия латын тілінен алынған остео, ипатия екі сөзден алынған. Остео кости, сүйектер, патия соның ауруы, сүйектердің неправильно тұруынан келіп шығатын аурулар жиынтығы. Бізде қанша сүйек болса, соның барлығы өзінің нормада положениесінде тұру керек. Егер табанда бір сүйек қисық тұратын болса, біздің басымызға дейін бүкіл структура өзгеріп кетеді. Соны табандан басқа дейін полностью көріп шығуымыз керек, ревизия қылып. Остеопатияның основной жұмысы сүйектермен, ішкі мүшелермен жұмыс істеу, и самый главный направлениесі бұл арқа ми сұйықтығының шығуын жолға қою. Арқа ми сұйықтығы бастың ішінде болады. Ол определенный качествоға жеткенде, например, количество, качество, объем нормаға жеткен кезде большой затылочный отверстиеден шығып, екінші крестецқа барып орылып қайтып кетеді. Волнообразное движение. Өмірдің барлығы волнообразное движениедан келіп шығады. Соның шығуын нормаға алып келуіміз керек. Нормада 10-дан 15-ке дейін болу керек минутына. Сол определенный патологический состоянияларда ондан төменге түсіп кетеді. Остеопатия не занимается лечением. Ол ауруларды емдемейді, организмді түзейді, организм өзін емдейді. Алла тағала сондай қылып жаратқан бізді. Бұл система өзіні өзі тіктейтін, өзіні өзі емдейтін система. Бірақ оған көмек беру керек. Алып ұрып емдей бергенде болмайды. Медицинаның қазір ең үлкен қатесі, қай жер ауырса, сол жерді емдейді. Тізесі ауырса, тізесін емдейді. Бауыр ауырса, бауыр, бас ауырса, басты емдейді. Ол бір сұрақ қоймай ма, например, не үшін ауырып жатыр деген. Сол түп негізгі себебін тауып, соны жою керек, организм өзіні өзі емдеп алады. Оны емдеудің де қажеті жоқ. Қазір адамдар екі деңгейден өліп жатыр. Біріншісі тамақтан, екіншісі дәріден. Бесконтрольны іше береді. Бір үйге барсам, бір апаға 15 дәрі жазып берген. Бағанан сағатымен ішіп отыр ғой. Мен айттым, апа, мынаны іше берсеңіз, өлесіз. Бұны азайтырайық. Бесеуін қалдырдық, оны жойдық. Оның ішінде бағандай амепразол, қызылмай масло сондай. Денеге, организмге зияны жоқ келеді. Қалған барлығын шығарып тастадық. Бір дәрінің инструкциясын аштым, 2 метр. И соны ашып, оқып бердім. Мына дәрін іше берсең, өлесің дегенде жазуы бар. Инструкциясы да жазып қойылған. Бесконтрольное применение этого лекарства приводит к летальному исходу деп жазып қойған жерін оқып бердім ғой. Содан кейін сенді ғой. Айтайын деген, остеопатия адамды емдемейді. Адамның организмі көмек береді. Бұл дене өте күрделі, сложный системалардан құрылған. Системалар жиынтығынан құрылған. Бұл жерде себептер өте көп. Остеопатия өзі 3 разделдан тұрады. Первое, структуральная. Бүкіл скелетная система қалай тұрады. Бір-бірімен қандай положенияда тұру керек. Қандай соотношение, қандай градуспен улану керек. Соның барлығына тексеріп шығуымыз керек. Екіншісі, висцеральная остеопатия. Это все, что представляет из себя внутренние органы. Это снабжающая часть. Третья часть, краниальная система. Все, что связано с костями черепа. Бастың сүйектерінің барлығы өзінің траекториясы бойынша, өзінің маршруты бойынша қимылдау керек. Мына 3-ші маршрутқа жүрма, ол мына жерден шығып, например, ана бір жерге бару керек. Дәл сондай мына сүйектердің әрқайсының өзінің маршруты болады. Пәлен остановкасы болады. Солар дұрыс жұмыс істемесе,
значит маршрутка бір остановкада тоқтамай өтіп кетеді, бұл жерде пәлен адам далада қалады. Дәл сол система адамның организмінде болады. Мидан шыққан определенный сұйықтықтар бір жерге жетіп барамай қалады. И вообще остеопатияның основной направлениясы түп негізгі қылатын жұмысы осы денедегі сұйықтықтардың жүруін нормаға алып келу. Сұйықтық не? Первое, артериальный приток, венозный отток, лимфодренаж, межклеточная жидкость и самое главное, выход спинномозговой жидкости. Ми сұйықтығының шығуын нормаға алып келу. Соны нормаға алып келсек, бұл организмді емдеудің қажеті болмайды. Ол өзіні өзі емдеп алады. Соның үшін айтып жатқаным, медицинаның ең үлкен қатесі алып ұрып адамдан сұрамайды да емдей береді. Пәлен ауруы бар адам келсе, продукция. Бұл продукция, мысалы үшін, золотой треугольниктің қылатын жұмысын біз қолмен жасаймыз. Бұл жерде Калангард, очистка организма, одновременно капитальный ремонт, очистка, подпитка. Ұйқы безі, асқазан, ішектер, бауыр, өт жолдары, солардағы вирусы, бактерия, солардың барлығын өлтіріп шығара бастайды. И сол қай мүшеде қандай проблема болса, енді басталып келе жатқан жарықтар болса, мысалы үшін эрозивный состояние, жаралар басталып келе жатқан болса, солардың барлығын сылап, ремонттап шығатын комплекс мынау есептеледі, Калангард. Калангардтың свойствосы өте көп. Соның ең керемет жері бұл лимфодренаж жақсартады. Бүкіл аурудың барлығы адамдың лимфосистемасында движенияның тоқтап қалуыдан болады. Лимфатик системаның өзінің насосы жоқ. Ол пассивный, төменден жоғарыға қарай пассивный движение қалады. Қашан лимфа жүреді, қашан мышцалар сокращение берсе, сол кезде жүреді. Соның үшін зарядка жасаң, обязательно приседание жасаң, қимылдаңыздар деп айтып жатқанымыз, біз қимылдаған кезде тек қана лимфосистема жүреді. Қимылдаудан алдын обязательно бір стакан ыстықтау су ішесіз, 50 градустан кем болмаса сол. Отырып алып, пайдалап ішесіз. Содан кейін зарядка жасайсыз. Зарядка жасасаңыз, лимфосистемасы төменден жоғарыға шыға бастайды. Енді лимфосистемасыға келсек, бұл канализационный система организма. Аурудың барлығы адамдың ішектерінен басталады. Біз жеген тамақ, күнде тамақ жейміз. Ол аяғына дейін қорытпайды, особенно с возрастом. Не только с возрастом, қазір жас балдарда да усвоение жоқ. Жейді, тамақ қорытпайды. Ол асқазандан ішекке өтіп кетеді. Оңай қорытатын углеводтар, олигосахаридтар, моносахаридтар, сахара, оңай қорытатын тамақтар қорытаттағы күрделі, сложный, белки, жыры, олар қорытпай ішекке өтіп кетеді. Ішекке өткеннен кейін мынандай бір піспеген етті целлофанға ораңыз да батарейканың үстіне қойыңыз. Не болады? 2 күннен кейін көгеріп, сасып, бұзыла бастайды. Сол процесс адамдың ішегінде болады. Ол любой ауыратын адамдың ішінде сол болып жатқан процесс. Оны сондай қарап тұрып, бетіне қарап тұрып айтуға болады. Біздің основной мақсатымыз организмді тазарту. Тазартып, әрбір органдың функциясын нормаға алып келсек, бұл организм өзіні өзі емдеп, реттеп алады. Бұл клеточный питаниенің керемет жері, бұндай продукт осы кезге дейін болған емес. Клеточный питание тілдің астынан сорылып 90 секундтан кейін қанға өтеді. И как шведский стол сияқты қандың ішінде осы ағзалар үшін керекті заттың барлығы, ең құнды заттың барлығы қанда жүреді. Бауырға не керек болса алады, ұйқы безге не керек болса алады, ішекке, асқазанға, жүрекке, миға не керек болса сол қандан алады да өзін өзі тіктей бастайды. Әрбір мүше өзін қаншалықты тіктей алса, кейін осы денсаулыққа өзінің есесін қосады. Совокупности әрқайсы бұл денені сауықтыра бастайды. Бұл емдемейді. Бұл организм өзін өзі емдеу үшін қажетті деңгейдің барлығын жеткізіп беру. Организм өзін өзі емдеп алады содан кейін.